Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып тұз. Тұз туралы қызықты мәліметтер және пайдасы мен зияны туралы айта кетеміз. Аспаздықта күнделікті қолданатын өнімдердің бірі тұз туралы сіз білмеген таңғажайыпты қызықты мәліметтер ұсынамыз. 20 ғасырдың басына дейін тұз фунты Абиссинияның қазіргі Эфиопияның негізгі валютасы болып есептелді. Боливиядағы таңғажайып Салар де Уюнның бетінде жұқа суға батып жатқанда ол айна секілді болады. Ол аумағы 4000 шаршы миль болатын әлемдегі ең ірі құрғақ тұзды көл. Бұл шағылыс ғарыштағы ғылым жабдықтары калибрлеуде өте пайдалы құрал болып табылады. Және осы таңғажайып жер әлеміндегі литий жеткізілімінің жартысын қамтамасыз етеді. Тұздың адам ағзасына өте маңызды болғаны сонша, егер адам өте көп мөлшерде су ішсе, ол денедегі тұзды шайып шығады, және соның салдарынан тұзсыздану болады. Тұзды шамадан тыс көп тұтыну өлімге әкелуі мүмкін. Тым көп мөлшерде тұз қолданған кезде адамды өлтіруге 1 келі салмақ үшін 1 грамм тұз жеткілікті. Көбінесе бұл әдіс Қытайда, әсіресе ақсүйектер арасында өзін-өзі өлтіру рәсімі ретінде қолданылған екен. Өйткені сол уақытта тұз өте қымбат рахаттылық болып табылды. Сапасы жақсы теңіз тұзында ағза үшін маңызды минералдар мөлшері көп. Ең жақсы теңіз тұзы аздап дымқыл болуы керек. Орта ғасырларда тұздың қымбат болған соншалықты оны кейде ақ алтынды деп те айтаған. Германияда тұз тасымалдау бағыттарының бірі болған орта ғасырдағы тротуар әлі бар. Ол балық теңізінің неміс жағалауындағы қалаларын байланыстырады. Қара тұзды Үндістанда жасайды. Бұл тұзды суды харат тұқымымен араластыру арқылы жасалады. Содан кейін қоспа булану үшін оны шамалы уақыт қойып қояды. Нәтижесінде қара кесек тұздар пайда болады. Сонымен қатар тұз бен басқа да айла шарғалар жасалады. Соның нәтижесінде қызғылт ұнтақ пайда болады. Францияның Герант қаласында тұзды әлі күнге дейін кезінде тұзды теңіз суын сіңіретін тоқылған себеттерді қолдану арқылы алған ежелгі кельттер секілді өндіреді. Осыған байланысты тұз өте жоғары бағаланады. Әсіресе жоғары сапалы тұз флер де сель тұз гүлі деп атайды. Бұл тұзды көрсетілім алдында себеді, бірақ ол ешқашан аспаздыққа қолданылмайды. Рим әскерлерінің жалақысы тұзбен берілген деген жансақтық бар. Бірақ бұл қате, себебі оларға жалақы кәдімгі ақшамен төленген. Ал олар жалақын тұзбен алған деген жанастық. Бәлкім әскерлер Рим апаратын жолдарға тұз төсегеннен кейін шығуы мүмкін. Сол кезде Рим әскерлері мемлекеттік қызметші емес, жалданушы қызметшілері болды. Інжіл иудаизмі өмір сүруін тоқтатқанға дейін тұзды жануарларды құрбандыққа шалумен шатастырған. Тұз сондай-ақ даналық пен ақылдылықтың символы болды. Авиациялық жанармайды ішінде толып тұрған барлық суды жанармайды тұзбен араластыру арқылы тазартады. Натрий хлориді тұз металды натрийдің газды хлорымен өзара әрекеттесу арқылы қалыптасады. Бұл адамдармен үнемі тұтынатын осындай тұздың жалғыз түрі. 1800 жылдардың басында тұз сиыр етінен 4 есе қымбат тұрған екен. Барлық тұздың тек 6% ғана азық-түлік мақсатында қолданылады. Ал тағы 17% қыста көше мен жолдардағы мұзды еріту үшін пайдаланылады. 17 ғасырдың соңында тұз Кариб теңізінен солтүстік Америкаға тасымалданған негізгі жүк болды. Ол сол кездегі қант плантацияларында жұмыс істейтін құлдарды тамақтандырған ең арзан балық сұрыбын тұздау үшін қолданылған екен. Тұздың адам өміріндегі рөлі. Тұз натрий мен хлордан тұрады, яғни адам ағзасына керекті химиялық элементтердің бірі. Тұздар негізінде бірнеше биологиялық функцияларда, соның ішінде адам бойындағы сұйықтық тепе-теңдігін ұстап, жүйке жүйесінде және бұлшық еттің жиырылуында маңызды рөл атқарады. Жас және жыныс бойынша тұзды күніне тұтыну нормасын айта кетейік. Грамм есептегенде ер адамдарға күніне 2-4 грамм натрий, яғни бұл 5 грамм тұзға тең. Әйел адамдарға тәулігіне натрийдің ұсынылған стандартты дозасы кез келген ересек адамдағыдай, бірақ күніне 2 грамм кем емес. Өйткені жетіспеушілік болмау аясында деградацияға
сусыздануға ұшырайды. Ал лактация кезінде натрийдің созылмалы жетіспеушілігі лактозаз пен маститтің қайталануына әкеледі. Балаларға жаңа туылған нәрестелер тұзды ана сүтіне алады. Ал 6 айдан 12 айға дейінгі балаларға күнделікті доза 0,3 граммнан аспауы қажет. Ал 14 жастан асқан балалар күніне 2-3 грамм болуы тиіс. Яғни 1 қасық тұз қолдануға кеңес беріледі. 50 жастан асқан адамдарға тұздың күнделікті нормасы бастапқыда 1,5 граммға дейін төмендеткені дұрыс. Ескерту: ересектер күніне тұзды 5 граммнан аз қолданса, қан қысымын төмендетуге, жүрек ауруына, инсульт және инфаркт қаупіне азайтуға көмектеседі. Тұздың түрлерін айта кетсек: тазартылған тұз, қарапайым ас тұзы. Барлығымызға белгілі, күнделікті өмірде қолданып жүрген қатты ұнтақталған қоспалар мен микроэлементтердің көп бөлігі алып тастатылған тұздар қатары. Теңіз тұзы, ас тұзы сияқты натрий хлорид. Алайда өңдеу әдісіне байланысты оның құрамында калий, темір, мырыш сияқты әртүрлі микроэлементтер бар. Гималай тұзы, қызыл тұз. Темір оксидінің іздері жиі кездеседі, яғни қызыл түс беріп тұрады. Түсіне қарамастан, күнделікті ас тұзына қарағанда құрамындағы натрий төмендеу. Йодталған тұз. Құрамында йодтың белгілі бір мөлшері бар тұздар. Тұздың пайдасы туралы айта кетейік: тұмау, ОРВИ, гайморит, созылма ринит, мұрынды, тамақты тұзды сумен шаю тыныс алуды жеңілдетеді және мұрын қуысындағы артық ылғалды алып тастайды. Осылайша ісінуді жояды. Сонымен қатар ингаляция ретінде пайдалануға болады. Стресстен арылуға көмектеседі. Ваннаға тұзды суды қосып қабылдаса, стресске қарсы әсерін арттырады. Тері ауруларын кетіреді. Есек жем, нейродермит және безеу секілді тері ауруларына емдеуге болады. Өйткені тұзды су теріні сәл құрғатып, қабынуды жояды және терінің қалыпқа келуін жеңілдетеді. Тіс және қызыл иек ауруларын қойдырады. Тұзды су қызыл иектің қабынуын басады және тіс емалін қатайтады. Диарея, іш өтуді қойдырады. Іш өткен кезде ағзада су-тұз теңгерімі бұзылады. Оны қалпына келтіріп, ағзаны сусызданудан сақтану үшін суға тұз қосып ішу қажет. Пайдасымен қатар зияны да көп кездеседі. Тұзды көп мөлшерде тұтынған жағдайда ағзадағы сұйықтықтың шығуы қиындайды. Соның салдарынан ісіну пайда болып, натрий хлоридінің қалдықтары жинала береді. Қан қысымын көтереді. Ауру асқынған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларын әкеліп соғады. Жүрек қан тамырлары ауруларының қаупі артады. Қауіп тобына қатерлі ісік, қант диабеті, созылмалы өкпе аурулары да кіреді. Тұздың кейбір адамдарға зияны жақтары болғандықтан, тұз мөлшерін азайтудың әдістерін айта кетейік. Тамақты қатты қуырмаңыз. Сол кезде азық-түліктегі тұздың дәмі жақсы сақталады. Дастархандағы тұзды көкөніс пен дәмдеуіштер қоспасына ауыстырыңыз. Тамақты үйде дайындап ішуге тырысыңыз. Мамандардың айтуынша, мейрамхана тағамдарында тұз мөлшері көбірек болады. Өнімнің сапасына және құрамына мән беріңіз. Құрамы жазылған тізімнің басында тұрған ингредиенттердің мөлшері көп дегенді білдіреді. Сондықтан тұздың соңғы жағында болуын және мөлшерін тексеріңіз. Кетчуп, қыша, ащы дәм қосаларын бас тартыңыз. Маринадталған қиярды да көп жемеген жөн. Егер оны қатты ұнатсаңыз, құтыдағы қиярдың суын төгіп, маринадталған қиярларды салқын сумен бір шайып алыңыз. Тамақты қосымша тұздаудың қажеті жоқ. Тамақ пісіру кезінде қосқан тұзыңыз жеткілікті. Тұзды өлшеуіш қасықпен салыңыз. Сол кезде қандай мөлшерде қолданып жатқаныңызды біліп отырасыз және азайтуға мүмкіндік болады. Тұзға шектеу қойғаннан кейін 1 айдан соң тамақтың шын дәмін сезіне бастайсыз. Дәм сезіну рецепторлар қалпына келіп, тұзға деген қажеттілік өз-өзінен азаяды. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, арнамызға тіркеле кетіңіз. Лайк басып және достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Видеомызды толық қарап шыққан адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.